Ұлттық радио тыңдаушыларына қайырлы күн дейміз. Ардақта ағайын, эфирде өнегелі отбасы хабары. Микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Бүгінгі тақырыбымыз қазақ отбасы және батырлары жыры деп аталады. Омар аға, жалпы ұлттық мәдениетіміздің ең үлкен бір саласы мына көркем әдебиет десек, сол әдебиеттің ертеден келе жатқан әлеуметтік жүгі мол саласының бірі осы батырлар жыры болып табылады. Бұрынғы бабаларымыздың баланы ұлтжандылыққа қалай тәрбиелегенін зерттеп зерделесек байқайтынымыз бесік жыры, ертегі, батырлар жыры мен төл мәдениетімізбен жалпы болмысымызды баланың бойына сіңіріп отырған екен, иә. Бертінге дейін тіпті ауылдың қариялары жас балаларға батырлар жырын жаттатқызып, кеш болса жыр оқытып келген мәселен, иә. Енді осы жырлардың мән-маңызына толығырақ тоқталсақ. Батырлар жырында жалпы отбасы құндылықтарының дәріптелуі қалай? Бәрекелді. Жалпы біз өте бақытты халықпыз. Неге өйткені біздің көнеден жеткен осыншама бай мұрамыз бар. Мысалы, орыс халқында, сол орыс халқынан осы 11-ші ғасырдағы жеткен ескерткіші Слава полку Игорева, басқа ештеңе жоқ. Сіз қараңыз, бізде осы біздің бай мұрамыздың академик Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың жетекшілігімен 100 томы шықты. Бабалар мұрасы. Сіз ойлаңыз. Және әлі сыймағаны қанша томға жүк. Сондықтан біздің бабаларымыз бізге өлшеусіз мұра қалдырып кеткен екен. Соны енді біз бойға сіңіруіміз керек. Сол бабалар мұрасының бай және құнарлы бөлігі бұл батырлар жыры. Жалпы батырлар жыры бұл қазақтың тарихы, өткен тарихы. Қазақтың алуан қилы тағдыры барлығы батырлар жырында бейнеленген. Және бұл жердегі ең басты мотив батырлар жырында бұл елді қорғау. Жалпы мынау батырлар жырының ең басты беретін тәлімі бізге беретін. Мынау қазақта өзі елге қорған болатын, елдің қамын ойлайтын адамдар өте аз шығып жатыр. Оның себебі не десеңіздер, өйткені жаңағы отан отбасынан бастады дейді ғой. Отбасындағы ата-аналар ең басты қағиданы баланың бойына сіңіре алмай жатыр. Неге? Өйткені оны сіңіруге өздерінің өресі жетпей жатыр. Қазақ ұл бала туған кезде бұрын айтатын, бұл батырлар жырының басты тақырыбы ер, батырлардың бәрі ер болған ғой, ер ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Мына сондықтан біздің қазіргі ата-аналарымыз көбісі айтатыны, оқуыңды жақсы бітір, қызметке тұр, бала шағыңды асыра болды. Ал бабаларымыз айтқан, егер ел үшін өмір сүрмесе, ер үшін өлуге дайын болмаса, қолтығы сөгіліп, адам ашылмайды деген. Яғни бойындағы адамның бүкіл потенциалы, Құдайдың берген потенциалы тек қана осы қағида арқылы ғана ашылады екен. Ал батырлар жырындағы Қобыландыны алайық, Алпамысты алайық, ер тарағында бұлардың барлығы ер үшін туған ерлер. Ер үшін және жанын аямаған, қасық қанын аямаған, ел үшін отқа да түскен, суға түскен батырлар. Осыны қазақ айтады ғой, ақылың жетпесе, біреуден ақыл сатып ал дейді. Яғни, егер сен осыны айтуға ақылың жетпесе, ең құрмағанда батырлар жырын балаға оқыту керек. Сол кезде бала сол мотивті өзі түсінеді. Өзі бойына сіңіреді. Сонда ғана бүгінгі заманның Қобыландылары, бүгінгі заманның Алпамыстары, бүгінгі заманның ер тарағында сонда ғана дүниеге келеді. Әйтпесе ол бала тақыр жерге шөп өсіп шықпайтын сияқты. Егер отбасында сол құнарлы тәрбие болмаса, ол бала елге қорған болатын, елдің жел өтінен қорған болып, кеудесін оққа төсейтін бала өсіп шықпайды. Ол бала тәрбиеленіп шықпайды. Міне сондықтан сол қазіргі кезде көрнекі құрал деп жатырмыз ғой, баланың тәрбиесіне. Соның ең басты құрал деп те айтуға ауыз бармайды. Негізгі бұл біздің болмысымызды ашады. Бұл біздің болмысымыз, қазақи болмысымыз. Осының барлығы батырлар жырында тұр. Бұл жерде ең бастысы бір мотив бұл жерде. Жалпы мынау Қобыландыда Тоқтарбай 80-ге келгенше бала болған жоқ дейді. Аналық 50-де болды дейді. Бала көрмеді дейді. Бір балаға шөл иесі сұңқар қияқсыз, өтембе деп тұяқсыз. Тоқтарбай мен аналық зарлайды дейді. Сонда негізгі осы мынау батырлар жырындағы басты проблема ол бала проблемасы. Баласы болмайды, Бала болмайды, мысалы. Алпамыста да солай, мысалы, бай бөрімен аналық сұрап алады. Сонда қарасаңыздар, мынау қазақта негізгі проблема бар. Біз қазір қазақ неге біздің санымыз өспей жатыр деген кезде, біз құндылықтарды айырбастап алдық. Бізде қазіргі бірінші орынға байлық бірінші орынға шығып кетті.
Ал қазақ айтатын бұрын, бақ деген басыңа қонған құс ұшады да кетеді, байлық деген қолыңа ұстаған мұз ериді де кетеді, бала деген артында қалған із емес пе дейді. Сондықтан Тоқтарбайда бақ та бар, байлық та бар. Жылқысы Қараспанға тауға сыймайды, бірақ бір баланың зары. Неге? Бұны әдейі сол мотивті бірінші орынға қойып отыр ғой. Сондықтан қазір біз ел боламыз десек, өсеміз десек, қазіргі елбасымыз өзі айтып отыр ғой, біздің басты капиталымыз бала деп отыр. Адам ресурстары. Ол мұнай бітеді, көмір бітеді, газ да бітіп қалуы мүмкін. Бірақ бітпейтін, тозбайтын байлық ол ақыл. Ол ақылды данышпан, креативті ойлайтын біз қазір сондай жастарға, сондай ұрпаққа біз зәруміз. Бұл өмірдің талабы. Қазіргі мына 50 елдің қатарына кіреміз деп жатырмыз, е? 50 елдің қатарына кірмей-ақ, қазақша айтқан кезде ел қатарлы, жұрт қатары ешкімнен кем болмай, ешкімге жаутаңдамай, кеудемізді ешкімге бастырмай ғұмыр кешу үшін бізге сапалы ұрпақ керек. Сол сапалы ұрпақ енді қайдан келеді дегенде, сенге дейін Тоқтарбайдың баласы жоқ, Байбөрінде баласы жоқ сексен. Сонда бұны сұрап алу керек екен. Сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, Құдай бермейтін сараң емес дейді, сұрауы жетпейді. Ауатын жүк болмайды, бұрауы жетпейді дейді. Сонда Тоқтарбай қалай сұрайды дегенде, етегін шеңгелге сыдыртып, сол әулиелердің құрметіне, әулие деген сөз Алланың досы деген сөз. Әулие деген көпше түрі, уәли жекеше түрі. Сол Алла тағала сол достарының құрметіне, әулиелердің құрметіне бір ұл бір қыз береді Тоқтарбайға. Алпамыста да сол мотив пайдаланады. Сондан Алла тағала айтады екен, мен достарымның құрметіне беремін. Сіз білесіз, адам ата жұмақтан қуылғаннан кейін күнә жасады ғой. Жеме деген жемісті жеп қуылғаннан кейін тәубасы қабыл қылынбай, қатты жалынып Аллаға 500 жыл тұрды дейді. Алла қабыл қылмады дейді. Я Алла тағала, мен күнәмді кеш дегенде Алла қарамай қойды дейді. Сонда бір күні қараса, жұмақтың маңдайшасында жазу жазылып тұр дейді. Ля иляха илlallah Мұхаммед Расулы. Осы Мұхаммед деген кім? Мұхаммед неге жазып қойған? Осының атын атап сұрап көрейінші деген кезде, сонда айтып дейді ғой, Алла тағала Мұхаммед досыңның құрметіне бер деген. Алла тағала айтты дейді, бәрекелді, міне дәне дәл айттың, міне енді тәубаңды қабыл қылдым деген екен. Сондықтан біз қазіргі кезде сол мәдениетімізді жоғалтып алдық біз, бала сұрау мәдениетін. Қазір қаншама адамдар бар, балалар жоқ, бірақ сұрауын білмейді. Сондан қазақ айтады, әулие өлсе де кереметі жойылмайды дейді. Яғни неге біздің хандарымыздың бәрі Яссауи бабамыздың маңайында жерленген? Неге? Өйткені сонда Алланың уәдесі бар. Сол менің достарымның қасында жерленген адамдардың қиямет қайымде сұрақ жауап азабы жеңіл болады деген уәдесі бар. Бұл мәртебе. Сондан ол жаңағы Әзірет Сұлтанның қасына жерленуге біздің әркімнің қолы жете бермеген. Енді батырлар жырында жар таңдау мәселесі қалай көтерілген? Енді мына Қобыланды жырында Қобыланды енді осында сұрап алды ғой. Сонда негізінен мынау, білесіз бе, Қобыланды неге мықты болып тұр? Бұны дуа тиген ұрпақ деп атайды екен. Қазақта сөз бар ғой, батаменен ерге көрер, жауменен жерге көрер дейді. Қобыландының 6 жаста атқа мінгені, 13 жаста жауға аттанғаны, атса оқ өтпейтіні, шапса қылыш өтпейтіні, бұл сол дуа тиген. Өзі Қараман айтады ғой, Қобыланды, Қараман, қияттың Қараман батыры сонда ана 13 жасар Қобыланды іздеп біледі. Неге? Айтады, сен бізбен жүр, сен дуа тиген ерсің. Сен болсаң ғана біз жеңеміз анау нені, Қызылбастың хан, Қазан ханды жеңеміз дейді. Қазан деген батырды, міне, сонда мынау дуа тиген, яғни не? Сол ата-бабаның дуасы тиген адамдардың ғана рухы мықты болады екен ғой. Сондан жырда айтқандай, Қобыланды Тоқтарбайдың жылқышыларының басшысы, 90 қолдың басшысы, естеместің қосына кеп, қолында қаршығасы, астында құмайтазысы аңсалып сайрандап жүргенде бір дауыс естіледі дейді. Бұл не дауыс деп қараса, сұрайды ғой естем, бұл не? Бұл мына Қызылбастың көктім аймақ ханы. Сол ана жалғыз қызы бар екен, Құртқа деген. Соған аясына бақан қақтырып, оған алтын ділда атқызып, сол кім тигізеді, соған қызын берем деген уәдесі бар екен дейді ғой. Байқайсыз ба, сонда жар таңдауда осындай бір сынақтар болған екен бұрын. Яғни мықты жар таңдау үшін ер адамдар мықты сынақтан өткен екен бұрын. Содан қой дегенге қоймай, жаңағы бала ғой, жас бала, сол 13-тегі жас бала іздеп барады ғой. Барып аясындағы бақанда ілініп тұрған жамбыны ортасынан қақ біліп жүрді дейді. Сол кезде соны көріп Құртқа жетті дейді. Құртқа айтты дейді. Басына шашу шашады, басына келіп төнеді, көзі көрмей өңгені. Көрдіңіз бе? Содан айтты дейді. Нұрына әбден қанады.
яғни нұр деген сөз негізінен ақыл деген сөз. Иә. Мына Қажыбек жырында да бар, ақыл нұрына қанат. Сонда әкесіне жеңге салады дейді, жарым менің келді деп. Сонда қарасаңыздар, мынау Қобыланды ол сайыстың шартын ғана орындады. Ал шынымен де бұл мынау жарды құртқа таңдап тұр. Байқайсыз ба? Яғни мынау құртқа ақылдылығы сондай, көз өңгенді көрмей қалды дейді, басына шашу шашты дейді. Міне менің жарым келді. Сіз қайдан кездестіріп едіңіз мысалы? Қызды жеңге құртады, жеңгені тең құртады дейді ғой. Әкесіне жеңге салады дейді. Сонда қарасаңыздар, қазіргі біздің қыздарымыз көбісі видео айтады. Енді қыздың жол жіңішке, енді отырғаныңыз орын табады, енді біз отыра береміз енді. Яғни дәстүрді білмейді. Ал біздің дәстүріміз бойынша құртқаның өзі әкесіне айтып отыр, міне менің жігітім келді, міне маған осыны бер, осыны маған. Ер тарағында да солай. Ер тарағын кеп кіргенде қыздар қымыз алып жүгіргенде алдынан Ақжүніс айтады, ай қыздар тоқтаңдар, бұл жігітке мен қымызды өзім апарамын дейді. Яғни тағы да өзі таңдап тұр. Сонда қарасаңыздар, сонда жарды жаңағыдай танып, кәміл танып, оның нұрына, яғни ақылына тойып таңдаған, бұл жерде бұл құртқа деп біз білеміз. Қыздардың өздері дейсіз. Әлбетте, сондан бұл қазақтың қызы ешқашанда өзі жігітке көңіл білдірмеген деген, ол дәстүрді білмегендік. Қазақтың қызы шынмендегі бұрын егер өзі бір жігітке көңіл ауса, жаңа жан баттырып жатыр ғой, бұл ерлік сынақ қой, сынына толса, онда осындай бір көңілін білдіреді екен. Ол кестелі орамал ұсынады екен. Бізге хабарласқан тыңдаушылар бар екен, өте толқынына қосайық. Сәлематсыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Мен Алматыдан хабарласып жатырмын. Аты жөнім Жанар Әбішова. Мынау қонақтың сөзін тыңдап отырып айтқысы келіп жатқан, ар жағына да толқын болып, осы аққан судай болып келіп жатқан информациясын сезіп отырмын. Көп сөзден көрі оқулықтардың осы программасын жоспарын жасағанда осы ғалымдар, осы тілшілер неге айтысып кеңірдегін жұртпайды, үнсіз қалады? Неге осы мынау халық батырлар туралы эпосты неге мына әдебиетке қоспайды бұлар? Омар аға, жалпы программаға бағдарламасына неге енгізбейді дейді? Иә, жақсы сұрақ қойып отыр. Шынымен де біздің бағдарламаларда батырлар жыры бар. Мен әдебиеттің талай эксперт болдым. Бар, шынында да, жоқ емес, бар. Бірақ мәселе, қазақ айтады ғой, жап-жақсы әнеді пұшық шіркін қорғылды деп. Бұл мұғаліміне байланысты. Ұстаздың жеткізуіне байланысты. Әлбетте, бұны программаның бір желбітіде шығуы болады, бірақ ол үшін ұстаз өзі батырлар жырын бойына сіңіру керек қой. Батырлар жырын бойына сіңірген ұстаз оның есебін табады. Консультация деген бар, элективте сабақтары бар. Содан бұл жерде мәселе адамның ниетінде болу керек. Өзі түсінбеген адам ешқашанда бұл нәрсені бере алмайды. Жеткізуіне байланысты дейсіз, иә? Бізге хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар. Қосайық. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Сіз әуе толқынындасыз, тыңдап отырмыз. Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз. Мен Төлбаев Бауыржан, Шымкент қаласынан. Өте жақсы, Бауыржан аға. Пікіріңіз бар ма, сауалыңыз бар ма Омар ағаға? Иә, менде бар ғой осы Омар Мырзаға нем бар еді. Омар Мырзаға да сосын Шалқар радиосына да. Өте жақсы, тыңдап отырмыз. Сұрақ бар еді. Ол кісі айтып жатыр, мысалы, мені батырлар жырын насихаттау керек деп. Өте дұрыс қой, өте дұрыс. Тамаша ой. Әр бейсенбі күні шыңғыснама өтіп жатыр ғой осы неде, Шалқар радиосында. Иә. Шыңғыснама. Сонда несі керек? Шыңғысханды бізге не алған, көтерген. Соны айтқым келеді. Немене біздің өзіміздің батырлар жырымыз тұрғанда міне Шыңғыснама жүріп жатыр, қанша ұзақ жүрді. Ол немене керек? Ол Шыңғысхан біздің нелерімізді қиратты ғой, түгел қалаларды қиратты мынау неде. Жетісуда, иә. Сізге көп рахмет, жалпы ойыңызды түсінген сияқтымыз, Омар аға. Жақсы, бұл жалпы мынау біздің Құнанбай бабамыз Меккеге барады ғой. Соны Меккеге барған кезде арабтар арада 300 жыл соғыс болған, қазақ қалмақ соғысы. Байтал түгі басқайғы қайдағы қажылық, қайдағы дін, сырдың бойындағы бүкіл қалалар қиратылған, медреселер қиратылған. Жалпы арабтар, Меккедегі арабтар қазақ деген халықтың жер бетінде бар ұмытып қалған ғой. Сонда барса, Досжан Хазірет бар, кіші жүзден, Құнанбай бар, барып сұрады дейді, сендер кімсіңдер? Біз қазақ деген халықпыз, біз бұндай қазақты білмейміз деп айтты. 300 жыл өтіп кеткен ғой арадан. Содан
Мәскеуден барған татарлар айтты, бұлар Мәскеуге қарайды деп айтты. Бұхарлық өзбектер айтты, бұл Бұхараға қарайды, бұл өзбектерге қарайды. Сонда сөз Құнанбайға дейді. Сонда Құнанбай айтты дейді. Әй, біз Мәскеу сәскеуіңізді білмейміз. Біз Бұхар сұхарын да білмейміз. Біз қазақ деген халықпыз. Тіріміздің билігі арқар ұранды төреде, өліміздің билігі Алла ұранды қожады деп айтты дейді. Тамаша. Сондықтан төбесіз жер болмас, төресіз ел болмас дейді. Қазақты қазақ қылған төрелер. Сондықтан Шыңғыс ханның ол ана ескі советтік көзқарасты қою керек. Жаңағы Шыңғыс хан бізді қиратты деген. Ол орыстың бізге дайындап берген ақпараты ғой, соны біз талғамай жұтып жүрдік. Соны енді басымыздан шықпай жатыр. Шын мәніндегі Мұхтар Мағауиннің айтуы бойынша осы Шыңғыс ханның шапағатын анау шөл далада отырған моңғол емес, Гоби шөлінде отырған Шыңғыс ханның шапағатын көріп отырған бірден бір халық қазақ халық. Мына осы ұлан ғайыр жер, әлемдегі 9-шы орында алатын жер. Ол сіз не үшін сізге берді деп ойлайсыз? Сізге не, көзіңіздің қарашы үшін берді деп ойлайсыз бе? Жоқ. Бұл біздің кешегі Шыңғыс хан бабамыздың ұрпақтары, кешегі Жәнібек пен Керей, кешегі Кенесары мен Абылай, кешегі Әлихан мен Шоқан Уәлиханов. Бұны енді көрмес дейді ғой. Жалпы бұндай әңгімені менің ойымша доғару керек. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Мен осы Астанадан хабарласып отырмын. Есімім Дамила. Сұрағым мынандай. Менің қызым қазір 11-ші сыныпта оқиды. Мен осы тәуелсіздік алғалы бері жаңағы айтып кеткен Жанар апайдың да сөзіне қосылам. Әдебиет кітаптарын ана тілінен бастап барлығын оқимын. Жаңағы баланың оқулықтары не бар екен, біздің заманымызда не өзгерді екен деп. Соның ішінде қарап отырсам, осы 4-5 сыныптарда екен 1-2 сағатқа ғана шешендік сөздер туралы жазылды. Одан бері қарайғысында бірде-біреуінде жоқ. Осыған мектеп баулып жатқан жоқ. Ал университетте баулайсыздар ма балаларды? Осы шешендік өнеріміз үзілуге жақын ғой. Енді апайдың өте жақсы айтып отыр. Шын мәнінде ұлтқа бұрылатын уақыт келді. Қазіргі кезде мына рухани бағдарлама бойынша, президентіміз жариялаған рухани бағдарлама бойынша ұлттық код деген бар. Ұлттық код дегеніміз біздің қайда тұр деген кезде, оны алсаңыз демек ол батырлар жырында тұр. Ол кешегі шешендік сөздерде тұр, ол ертегілерде тұр. Сондықтан өзіңді сыйламайынша, яғни өзіңді сыйласа жат жанынан түңілер дейді ғой. Қазіргі кездегі біздің егер ұрпақтарымыз өзін сыйламай жатса, өз қазағын өзі сыйламай жатса, өзінің мәдениетінен жиреніп жатса, осы олардың бала кезінен бастап осы ұлттық рухта суармағанымыздан, осы батырлар жарын бермегендігім. Сондықтан қазіргі кездегі оқулық жасаған кезде ол қандай жолмен екенін мен жасалатынын мен білмеймін. Жамасы жаңағыдай тендер жариялап, қандай жолмен ұтып алған адамдар оқулық жасайтынын мен де білмеймін. Өйткені оқулықтарға бірнеше рет мен не болдым, эксперт, сын көтермейді, шынымды айтсам. Мынау батыстық, европоцентристік жаңағыдай, немесе орыстық көзқарастар өріп жүр. Оқулық жазғаннан кейін Ыбырай Алтынсарин сияқты жазу керек. Жүсіпбек Аймауытов сияқты жазу керек та оқулықты. Сондықтан шын дұрыс айтып отыр мына оқырмандар. Біз қазіргі кезде бұл кісілер министрдің сайтына жазсын. Яғни біз балаларымызға қазақи тәрбие беруін талап етеміз. Біздің жаңағы оқулықтарымыз қазаққа бұрылатын уақыт келді. Неге? Өйткені біздің негізгі күшіміз, ол өзіміздің рухымыз, ол қазақтың мәдениетінде жатыр, әдебиетінде жатыр. Елбасымыздың өзі. Елбасы өзі айтып отыр. Сондықтан біз өзгені танып, өзімізді танымағанның зардабын көріп отырмыз. Қазір сіз өзіңіз ойлаңыз, бір жылдың ішінде 30 мың адам сыртқа кетіп қалған. Жаста дарынды адамдарымыз кетіп жатыр. Неге? Өйткені шын мәніндегі мемлекетіміздің технологиядан басқа да мүмкіндіктер тудырмай отқан өз алдына. Бірақ жаңағы өзінің елінің патриоты болған адам осы сол жоқ нәрсені осында келіп жасауға атсалысу керек қой. Ол шын мәніндегі оның Қобыландының, Алпамыстың рухында тәрбиелену керек балалар. Сондан абай айтады ғой, ісім өсін ретін тап дейді. Жаңағы білім министрінің сайтына үздіксіз қарша боратып жазу керек. Мына оқулықтар жарамайды. Мына оқулықтар осындай. Бұл оқулықтардың ішінде жаңағы біздің батырлар жыры. Ең бас білімді бала өзі ақ табады. Білім алу проблема емес. Негізі көп адамдар қазір білімді бірінші орынға қойғанда, содан біз неге кризиске, дағдарысқа ұшырап жатырмыз. Әлихан Бөкейханов айтқан, жұрттың бәрі ойлайды, бүкіл мұрат білімнен шығады. Жоқ, білімнен шықпайды дейді. Неге? Өйткені ібіліс жұмақтан, білімсіздігінен қуылған жоқ дейді. Отанға қызмет ету, жақсы әке болу, жақсы ана болу, жақсы жұмыс, жақсы кадр, жақсы маман болу, ол көркем мінезден дейді. Сондан біздің қазіргі кезде батырлар жыры бізге не үшін керек дегенде, сізге елім деп соққан, жаңағы ел үшін жанын қиятын патриот, жаңағы ел үшін Абай айтпақшы, қазақтың баласын оқыту керек, бірақ
елге күзетші болсын деп, қорған болсын деп оқыту керек дейді да. Ол егер оның санасында қобыланды болмаса, оның санасында жастайынан қобыланды мен алпамыс ертарғын жербетпесе, Керқұлатты Кендебай оның санасын тербетпесе, ондай баланы біз қайдан аламыз? Ол көктен түспейді ғой. Сонда Ахмет Байтұрсынов дұрыс айтады. Ұлды ұлша өсірсең ұл болып өседі, ұлды құлша өсірсең құл болып өседі дейді. Біз кімді өсіріп жатырмыз? Біз мал мен мансаптың құлын, байлықтың құлы балаларды өсіріп жатырмыз. Неге? Өйткені ата-аналардың өздері осындай деңгейде. Көп рахмет. Омар аға, бірін айтып біріне кетіп жатырмыз. Әрі қарай біз бағдарламамызды жалғастырсақ, жаңа жар таңдау мәселесіне тоқталған болатынбыз. Мысалы, тау тұлғалы батырлардың жарлары жайында айтып өтейікші дәл қазір. Әсіресе бағана айтып өттік қой, құртқаның образы қалай сондай. Жар деген сөз, жалпы парсы тіліне аударғанда дос деген мағынаны. Негізінен қазақта сөз бар, әйел алды әйел, жар жарылқайды деген. Сонда негізінен қазақта жар дейді, дос. Сонда шын мәніндегі нағыз әйел, ол еріне дос бола білу керек. Ол аналығынан, басқа да толып отқан әйелдік міндеттерін былай қойғанда, ең бастысы, ең үлкен, ең қасиетті оның міндеті ол еріне дос бола білу. Яғни жар бола білу. Бұл әрбір әйелдің қолынан келе бермейді. Сондан құртқаның сұңғылалығы сондай, оның кереметтігі сондай, ол бірінші өзі таңдап тұр. Қобыландыны әкесіне жеңге салып тұр. Екінші, ер ғана ат дейді. Өтіп бар жатып көгала биені көргенде айтады ғой. Қобыландың астында ат сай болмаса, ол батыр. Қалай батыр болмақ? Соның бәрін алдын орап, алысты ойлап, алысты болжап, сезген, көреген, көкірек көз ашық. Құртқа айтады ғой, мына биені, көк биені, мені берсең де ал дейді ғой. Сіз қараңыз сонда. Мені берсең де ал деп тұр. Неге? Сонда өзін Қобыланның жолына құрбандыққа шалып отыр. Ал біздің қазіргі әйелдеріміз, біздің жарларымыз, мен сенің жолында құрбанмын деп айта ала ма? Мәселе сонда болып тұр ғой. Сонда Абай айтады ғой, бір жанын жар үшін пида қылып, білместігің бар болса қылар сабыр дейді. Міне, қазақтың жары қандай болу керек? Құртқадан үйрену керек. Құртқа бізге үлгі насихат. Ал қазіргі кезде біз осыны біз айта алып жүрміз бе? Сондықтан неге? Өйткені құртқа атты таңдап қана қойған жоқ. Енді сол атты баласындай күтті, баптады, анасындай күтті дейді. Сіз ойлаңызшы, түндікпенен күн берді, түтікпенен су берді, жеміне дәрі қосып берді дейді. Сіз сонда ол құртқаңыз бесаспап болып тұр ғой. Ол жылқының да жағдайын біліп тұр ғой. Ол анау ердің қанаты жылқының тәрбиелеуге оның парасаты жетіп тұр. Сонда анау 6 жыл баптағанда Қобыланды жылқының қосында жат дейді. Соны құртқа бар деп ойламады дейді. Сонда бала ғой әлі. 6 жаста үйренді ғой. Құртқа бар деп ойламады дейді. Құртқа сонда ешқандай міз бақпастан, ешқандай да шу шығармастан, ешқандай да ренжіместен, түсінесіз бе? Ердің ұлы мұратының жолында 6 жыл атты баптаған ғой. Сонда анау неде жатыр дейді, естеместің қосында. Аңға шығып, құмай тазы, қолында қаршығасы. Ұмытып кет дейді, құртқа бар екенін ұмытып кет дейді. Міне сонда анау ұлы миссия, ұлы міндет арқалаған құртқа ақыры жаңағы тай бұрылды, баптап шығарды ғой. Мойын өссін деп үйірге салды дейді. Жібек арқанмен сүйретіп жаңағыдай таралсын деп сонша баптап, бестісінде ақтатты дейді. Сөйтіп дөнен шығарып 6 жасқа келгенше сөйтіп баптады дейді ғой. Сонда қарасаңыздар, бұл қазақтың бір сөзі бар, жақсы жар дейді. Теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас дейді. Сонда мына құртқаның ақыл парасаты Қобыландан асып кетіп тұр ғой. Бірақ соған қарамастан құртқа айтады, мен нашармын ғой. Анан ашуы келген кезде жаңа қараман кеп, сен қатынның тілін алдың деп, сен қатынның тілін алған ер қатын болмай ма деген кезде кеп, Қобыланды ашуланып, тобылғымен желіп келген кезде батырдың қаһарын көріп дейді. Есік пен төрдің арасында 7 рет жүгіріп, сасып, абыржып, сонда айтты дейді ғой, мен нашармын ғой. Қатты сасып қорқып, сенің бетіңе бажырайып қарауға мен жатым шыдамайды. Мен нашармын ғой деп айта берді дейді. Сөйтіп батыр аңғал, ер аңғырт дейді, жолынан қайтпайтынын біліп, 43 кемдігі болса да алдынан көк бурыл тартты ғой. Сонда бірақ айтады кетіп бара жатқанда, ертең басыңа іс түскенде білерсің құртқаның қадірін дейді ғой. Міне кейіннен осының бәрі айтқаны айдай келіп, Қобылан сол жаңағы қатынның тілін алмай кеткен үшін, яғни сонда мынау қазақта сөз бар, қабырғамен ақылдас дейді. Қабырға дегеніне Алла тағала адам атаның қабырғасынан Хауанан жаратқан кезде негізгі айтқан екен. Сен мынау енді адам атаға көмекші бол. Жар бол деген сөз сол. Досы бол деген, соны орындап тұр ғой құртқа.
Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Тосып қалған сыңайлы. Сәлеметсіз ба? Ассалаумағалейкум. Тыңдап отырмыз аға. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Умар бауырым, рахмет, Алла сыйласын. Ал енді замандас, сен енді тарихтан хабарың бар адам ғой. Жалпы біз қазақ этнонимін, жалпы қазақ атауын қай уақыттан алғанымыз дұрыс. Біздің мына 550 жылдық деп отырғанымыз тым келте, тым қысқа емес па? Қандай ойың қалай соған? Ай, бәрекелді. Сізге көп рахмет. Бұл енді біздің тақырыбымызға қатысы жоқ, бірақ енді сұраған айтады ғой әлгі. Бұхар жау айтты ғой Абылайға. Сұрағанды айтпасам халының көңілі қалады деп. Оқырманның көңілі қалмасын айтайық. Жалпы мынау қазақ деген сөз бұл көк түріктердің заманынан бар екен бізде. Мына көк түріктердің қалған жазбаларды оқып отырсаңыз, сонда мына батыс түрік қағанат, шығыс түрік қағанатының өзінде бір топ тайпалар дейді, шекараға қазақ шығып кетті дейді. Сонда мынау негізі шекараға кетіп қалу, еркін өмір сүреміз деп, еркіндік аңсап шекараға кетіп қалу бұрыннан бар үрдіс екен. Сонда дұрыс айтып отыр, бұл қазақ деген атау бұл баяғыдан бар екен. Еркін ойлы, еркін өмір сүру стилі бұл негізі. Бұл лайфстайл да ағылшында. Бұл негізі қазақ деген сөз негізі еркін өмір сүру. Сонда мынау түріктердің өздері бұл қазақ жігіт деп бұл қандай бір жігіт айтты дейді, мен қуанып қалдым дейді, біздің бауыр сөйтсем түріктердің өздері жаңағы қатыннан қорықпайтын жігітті қазақ жігіт деп айтады екен. Мынау Анадолу түріктері. Сонда анау сақталып қалғанда еркін адамды. Сонда біздің демократия деп біз көбіміз аузымыздың суы құрып Америкаға қараймыз ғой. Негіз нағыз демократия қазақ деген сөздің этоним өзінде тұр. Біз өкінішке қарай соны әлі аша алмай жатырмыз. Негізіне бара алмай жатырмыз. Бара алмай жатырмыз. Қазақ деген сөзге интерпретация әлі берген жоқпыз дұрыс. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Мына батырлар жырындағы ата-ана қадірі қалай суреттелген? Сіз білесіз, мына Қобыланды да болсын, мына Алпамыс болсын, осының кез келген батырлар жырында ата-анаға деген құрмет бірінші орында тұрады ғой. Сондықтан Қобыланды жаудан келгеннен кейін мынау құлдықта жүрген Тоқтарбайды, Алпамыста тура солай жасайды. Соларды құтқарғанша, мынау бірге туған қарындасын құтқарғанша жаны шығып кете жаздайды. Сондықтан бірінші шүкіршілік Аллаға, екінші шүкіршілік ата-анаға дейді ғой. Сол ата-анасының батасын алып, сол ата-анасының батасын алу жолында олар ерен ерлік көрсетеді. Сондықтан батырлар жырындағы негізгі бірінші Алла, екінші ата-ана дейді ғой. Сол бала жорыққа шығарда ата-анасының батасын алады. Соны ата-аналар да біліп тұр енді. Мен қайда тастап кетіп барасың? Жалғұйрықсыз жалғызсың ғой, бізді қайда тастап кетіп барасың деген кезде ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейді. Бағана қараманның қатын деген сөз қамшы болып deyip, ата-анасын қимай тұрса да жолынан жығылмай Қобыланды жорыққа аттанады. Сол сияқты сол ата-ананың құрметі деп, ата-ананың қасында қалып, ата-анаға құрмет деп, ата-ананың ғана қамын күйттеп қалу қазақта жоқ. Шын мәніндегі ата-ана баланы не үшін туады? Бұл елге қызмет етсін деп туады. Сондан ата-анаға деген ең үлкен құрмет, ең үлкен деген мәртебе мынау ұлының елінің кәдесіне жарауы. Ата-ана да соны сол заманда түсінген. Сондықтан олар өздері қорғаусыз жалғыз қалып бара жатса да Қобыландыны Алпамысты жолынан бөгемейді, жарада бөгемейді. Міне сондықтан әлбетте осының бәрін түсінген батырлар кейіннен сол елін жаудан қорғағаннан кейін, өйткені сіз ойлаңыз, сен егер бұғып болсаң, ата-ананың қасында қалып қойсаң, егер сенің еліңді жау басып алса, онда ол сенің ата-анаңда бақытсыз болып қалмай ма? Соның бәрін түсінген азаматтар, сол кездегі батырлар бірінші орынға елдің тыныштығын қойған. Ел тыныш болса да, ел мүддесі. Ел тыныш болса, елің бай болса, сен де байсың, ата-анаң да бай, туған туысқандарың да бай, барлығы бай. Сондықтан біздің батырларымыздың негізгі мүддесі ол ел қорғау. Ата-ана ол сол батырды дүниеге әкелуші. Алып анадан туады дейді ғой. Ат биден туады дейді. Негізінен батыр қылатын осы негізі анасы екен ғой, баланы. Жаңағы Батыр Керей Жәнібектің анасы, жаңағы Жәнібек батыр соғысқа аттанғанда айтқан дейді ғой, балам, оқ артыңнан тимесін, алдынан тисін дейді екен. Міне нағыз ата-аналардың ойы, тілегі сондай болу керек негізінен. Көп рахмет Омар аға. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар. Әуе толқынына қосамыз. Сәлеметсіз бе? Сіздерге өте көп рахмет. Осындай Омар інімнің айтып атқаны мен тұла бойым бәрін түршіктіріп, мен қазір 65 жастамын. Қарағанды қаласына Нәрияш деген тәтелеріңіз звондап тұр. Әке шешемді, ағаларымды есіне түсіріп отыр. Сол кездерде кішкентай кезімізде осы Қобыланды ескі нелердің бәрін құлағымызға
құя беретін. Енді көбісі мен ұмытып қалдым, енді бірталай жасқа келдім. Енді өзімнің бір немерем бар. Мектебіне кетіп бара жатқан уақытта, ылғи қазақтың мектебінен шығып жатқан балалар еш уақытта қазақша айтпайды. Мен кәдімгі малды қуған адам ұстап, кәдімгі қойшы ұстап, соларға тоқтатып тұрып айтамын. Айналайын, неге қазақша айтпайсыңдар? Қазақ класына шыққан баласыңдар. Қазақтың мектебінен шығып жатсыңдар. Неге тіпті неге осы сендер аяйсыңдар қазақтың сөздерін? Мен соған жанымда шейді. Тіпті кейбір балалар тоқтатып айтамын. Қазақша сөйлемесеңдер, мына Қазақстанның жерін Қытайлар, басқа шетел адамдары алып алады, сосын қаңғырып кетесіңдер деп. Сізге көп рахмет, жалпы ойыңызды түсіндік. Шынымен де қазір мектеп оқушылары көп жағдайда орыс тілінде сөйлейді, байқасаңыз. Ол не мысалдар деп ойлайсыз? Бұл негізінен мынау өзі бала негізі кінә емес, кінәлі емес ол бала. Өйткені бала деген нәрсе, сен оған қандай орта жасап бересің, ол сол ортада өседі, сол ортаның ыңғайына бағады ол бала. Сондықтан бұл кінә бізден. Яғни біз әлі күнге дейін жалтақтап өзіміздің тілімізде сөйлеу, мынау өзің сыйлау дейді ғой, соны үйрене алмай жатырмыз. Неге? Өйткені біздегі бір өкініштісі, өзге тілде сөйлеу намыс кететін, ар кететін, қадір кететін нәрсе деп есептелмейді. Керісінше, бұл бір дәреже сияқты да. Сондықтан қазақта бір сөз бар ғой, қарнымның ашқанына жыламаймын, қадірімнің қашқанына жылаймын дейді. Бұл қазақтың қадірі қашан кетті? Бұл қазақтың қадірі кешегі орысқа бодан болған заманда кетті. Қадірі, сөз бе? Ал өзін қадірлемейтін ұлт ешқашан мемлекет құра алмайды. Сондықтан мына президентіміздің жасаған рухани жаңғыру бағдарламасы сол ұлттың қадірін қайтаруға арналған бағдарлама. Үлкейтіп айтатын болсақ, мен ылғи айтып жүрмін, бұл отарсыздану процесінің басы. Неге? Өйткені құл адамға бәрібір қай тілде сөйлейтіні. Орысша сөйлей ме, ағылшынша сөйлей ме, өзінің ыңғайлы болса болды. Ал өзін сыйлайтын адам ол өзге тілде сөйлеуге намыстанып, намыстан жарылып кету керек. Намыс. Сондан міне біз осындай ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Әлбетте, ол баланы тәрбиелейтін әке шешесі. Егер әке шешесі сондай болып тұрса, әке шешесі отбасында балаға патриоттық сезімді, сіз ата-аналарға мен айтқым келеді. Сіздер ойламаңыздар. Сіздің балаңызды ешкім тәрбиелемейді. Оны мұғалім де тәрбиелемейді. Қазақ айтады, әркім өз қотырын өзі қасиет дейді. Сөз біреудің жоғын біреу өлең айтып жүріп іздейді дейді. Мысалы Англияда, мысалы ағылшын мектептерінде тәрбие деген тек қана ата-ананың мойнында. Мұғалім баланы тәрбиелеуге міндетті емес, мұғалім баланы оқытуға ғана міндетті. Сондықтан біздің ата-аналарымыз өздерінің қолынан келмеген нәрсені өзгенің мойнына артып қоюға құмар. Және соны өздерінің шамасын шамаламай, ақыры сол тәрбиелеуге тырысқан мұғалімге жала жабады, мұғалімге қарсы шығады, мұғалімді заңмен қорқытады. Әрине, осындай алауыздықтың, осындай баласына жаны ашып, баласына ара түскен ата-анадан ол қандай бала өсіп шығады ертең? Біз кімді тәрбиелеп жатырмыз? Біз арыз қой, бойында еркектік қасиеті жоқ, шағымданғыш, қатын сияқты балаларды тәрбиелеп жатырмыз қазір. Неге? Өйткені ата-анасы баланың арасына түсіп жатыр. Шын мәніндегі мұғалім мен ата-ана бірікпей, ол бала дұрыс тәрбиеленбейді. Біздің мақсатымыз бірақ бұл, біз ерді ерше, қыз баланы қызса, біз тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан біз бұл жерде ынтымақ керек. Мен ойымша. Жалпы өз күшіне сенбеген халық та, адам да ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды дейді Әлихан Бөкейханов. Бабамыздың осы сөзі әрбір тыңдарманға ой салады деп ойлаймын. Жалпы өз күшіміз деген ол ұлттық мұрамызда. Соны ұмытпағанымыз жөн. Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Шалқар ұлттық арнасы шаңырақта қосулы болсын. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар.